Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Жұмағұлова Гүлзара, 128-ші Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Менің бүгінгі қорғайтын тақырыбым авторлық зерттеуге арналған есептер. Зерттеуге арналған есептердің мақсаты бізде оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту арқылы пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Бағдарлама бүгінгі қорғайтын зерттеуге бағытталған есептер. Зерттеуге бағытталған есептердің мақсаты оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту арқылы пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Зерттеуге бағытталған есептер олардың жаңағы білім алу барысында белсенді болуына, ақпаратты өз бетінше таңдауға және оқу нәтижелерін жоғары деңгейде көрсетуге көмектеседі. Бағдарламаның міндеті: бірінші, оқушыларды сыни және логикалық тұрғыдан ойлауға дағдыландыру, шығармашылықпен жұмыс істеуге және ойлау кеңістігін кеңейтуге мүмкіндік беру, мәселелерді шешу барысында зерттеу әдістерін қолдануға үйрету, оқушыларды дерексөздерді талдау, ақпаратты жинақтау және синтездеу арқылы шешім қабылдауға дағдыландыру, пәнге деген қызығушылықты арттырып, өздік ізденіс пен шығармашылықты дамыту. Бізде жаңағы зерттеуге бағытталған есептердің мазмұны, мысалы, зерттеуге бағытталған есептер атты авторлық бағдарлама оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға арналған құрал. Бұл бағдарламада білім алушылар терең ойлауға, өзіндік қорытынды шығаруға, бейімдеуге бағытталған. Бағдарламаның негізгі мақсаты есептерді шешу барысында зерттеушілік тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың логикалық сыни ойлау қабілеттерін және шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту. Қазіргі таңда оқу процесінде стандартты тапсырмалардан комментарий дегенге участники дегенге кірсеңізші. Қазір осы жерде чат деген бар ғой, міне осы жерге әдемілеп комментарий жаза бересіз. Зерттеуге бағытталған есептер оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналып кетеді. Оларды оқушылар нақты зерттеу жүргізуге мүмкіндік беріп, деректер жинап, қорытынды жасауға бағытталған. Мысалы, әрбір есепті белгілі бір тақырыпта тереңінен қарастыру керек, оқушыларға мүмкіндік беру. Сол арқылы оқушылардың пәндік білімдерін нығайтып қана қоймай, олардың сыни ойлау, шығармашылық және өзіндік білім алу дағдыларын қалыптастыру. Жаңа бағдарламаның өзектілігін айтып кеттім. Зерттеуге бағытталған есептер бағдарламасы ол қазіргі білім беру талабына сай оқушылардың өз бетінше білім алуы мен танымдық қабілеттерін арттыруға арналған. Қазіргі заманға ақпараттық қоғамда ақпаратты игеру, өңдеу керек оқушылар және талдау, қолдана білу керек. Қолдана білу аса маңызды. Оқушылар дербес ойлауға, жаңашыл шешімдер табуға, кез-келген мәселеге жан-жақты қарауға баулитын зерттеу есептері осы мақсаттарға қол жеткізуі мүмкін. Жаздық па? Сонымен қатар, бағдарлама мектеп бағдарламасына тереңдеп ену арқылы оқушыларды пәндік білімдеріне сүйене отырып, жаңа мәліметтерді игеруге, теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға дағдыландыру. Ол енді бізде күтілетін нәтиже, зерттеуге бағытталған есептер бағдарламасы оқушылардың білім деңгейін жақсарту, олардың шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға арналған. Бағдарлама арқылы оқушылар өз бетінше шешім қабылдайды, мәліметтерді жинақтайды, талдайды. Мәселелерді жан-жақты қарастыру үшін нәтижелерді меңгеру керек. Бағдарлама аясында оқушылардың танымдық қызығушылығы артып, олар зерттеу жұмыстарына белсенді түрде қатыса бастайды. Оқушылар алған білімдерін қолдана отырып,
жаңа нәтижелерге қол жеткізуге және оқу барысында өз бетінше білім алуға бейімделген. Зерттеуге бағытталған есептер бағдарламасы оқушыларды өз бетінше ойлауға, деректермен жұмыс істеуге, шығармашылық тұрғыда мәселелерді шешуге үйрететін маңызды құрал. Бұл бағдарлама арқылы оқушылардың білімге деген қызығушылығы артып, оқу процесіне белсенді түрде қатысуына жағдай жасалады. Оқушылардың пәндік білімдеріне зерттеу дағдыларының үйлесімді дамуы олардың болашақта жан-жақты сауатты тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Бүгінгі енді менің авторлық бағдарламамды қорғау несінде ең соңғы жаңа айтып кетерім, мысалы жұмысты бағалау критериялары болады. Мысалы 5-6 оқушы тақырыптың мазмұнын түсінісуде тапсырмаларды орындауға жаңағы практикада қолданып, қателерін жібермеу жағдайда жұмыс мұқият орындаса қойылады. Ал 3-4 деген жаңағы балл, бұл жерде оқушы тапсырманы орындау барысында ережелерді қолданбауға байланысты қателер жіберсе, ойын жеткізуге немесе талдауда 2-3 қателіктер болғанда қойылады. 1-2 деген балл дидактикалық тапсырмаларды оқығанымен талдауда белсенділік танытпай, теорияны меңгеру дағдыларын орындауда қатерлі болса, тақырыптары игермеген қойылады. Қосымша жаңағы бізде айтып кетейін дегенім, зерттеуге бағытталған есептер бағдарламасы оқушылардың зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға, сыни және шығармашылық ойлауын дамытуға, сондай-ақ оларды шынайы өмірдегі мәселелерді шешуге бейімдеуге бағытталған заманауи құралымыз. Қорыта айтқанда, зерттеуге бағытталған есептер бағдарламасы оқушылардың зерттеушілік, танымдық, шығармашылық және әлеуметтік дағдыларын дамытуға арналған тиімді құрал болып табылады. Оқыту процесінде жаңа әдістерді енгізу арқылы бағдарлама оқушыларды білім алудың белсенді қатысушыларына айналдырып, олардың жеке тұлғалық қасиеттерін дамытады. Оқушылар өз бетінше іздену керек, деректерді талдап үйрену керек. Осы бағдарлама арқылы білім алушылардың өз пәндеріне деген қызығушылығы артып қана қоймай, олар алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана алады. Бағдарламада ұсынылған әдістер арқылы оқушылардың сыни және аналитикалық ойлау қабілеттері, олар бұл уақытта әртүрлі мәселелерде тәжірибелі дағдыларын қолдана алады. Зерттеуге бағытталған есептер бағдарламасы оқушылардың жеке дамуына, олардың жан-жақты тұлға ретінде қалыптасуына және білім алудағы белсенділігі мен арналған бағдарлама. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Қанағат Жанна Жолдыбаевна, Алматы қаласы Мұхтар Әуезов атындағы 128-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында оқушыларды қызықты жаратылтану авторлық бағдарламасы бойынша бағдарламаның негізгі міндеті оқушыларға қоршаған әлем туралы, әртүрлі денелер мен құбылыстар туралы алғашқы білімдерін қалыптастыру. Және оқушыларға қатысты сұрақтар қою арқылы оқушылардың ой өрісін дамыту, оқушылардың ақиқатпен байланысты іс-әрекеттерін табуға, сұрақтар қоюға бағыттандыру. Күтілетін нәтиже оқушыларды қоршаған әлем туралы, әртүрлі денелер мен құбылыстар туралы алғашқы білімдерін қалыптастыру. Пән бойынша оқушының ғылыми зерттеуге дағдыландыру, оқушыларды зерттеуге қатысты сұрақтар қою, сұраққа жауап беру, сұрақтарды зерттеу, алған нәтиже бойынша мәліметтерін жинақтау, оқушылар ақиқатпен байланысты іс-әрекеттердің жауабын табуға, сұрақтар қоюға үйрену. Бұл жерде балаларды жаңағыдай зерттеу нәтижесі бойынша балалармен бірге осы өсімдіктердің қалай өсіп дамуы туралы жұмыстар жыл бойына жүргізілді. Күнтізбелік тақырыптық жоспар аптасына 1 сағаттан 34 сағат
Ендігі жерде осы балалардың білімдерін кеңейту мақсатында айтылатын жаңағыда қорытынды сөз қазіргі кезеңде білім беру ісінің негізгі нысаны жас ұрпақтың дағдыларын қалыптастырып қана қоймай, оқушылардың танымдық көзқарасын, ақыл-ой қабілеттерін жетілдіру, өз ойын толық жеткізіп алуға дағдыландыру. Бағдарламада берілген тапсырмалар әрбір оқушының шығармашылығын, пәнге деген қызығушылығын арттырады. Заман талабына сай жаңа технологияларды пайдаланып сабақ өткізу. Келешекте осындай авторлық бағдарламаларды сабақта үнемі қолдануға кеңес беремін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Және де оқушыларда күтілетін нәтиже оқушылар қоршаған әлем туралы әртүрлі денелер мен құбылыстар туралы алғашқы білімдерін қалыптастырады. Пән бойынша оқушылар ғылыми зерттеуге дайындалады. Оқушылар зерттеуге қатысу барысында сұрақ қою және сұраққа жауап беру, зерттеу жұмыстарын жүргізіп үйренеді. Оқушылар ақиқатпен байланыс әрекеттерін жауабын табуға, сұрақ қоюға үйренеді. Яғни бұл жерде оқушылармен осы жыл бойында гүлдің, яғни өсімдіктердің қалай күтіп бапталуы туралы зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қорыта келгенде осы бағдарлама бойынша оқушыларды, жас ұрпақтарды осы жаңа бағдарлама бойынша жаңа шығармашылық деңгейде оқушылардың қызығушылықтарын арттырып отыру қажет. Заман талабына сай жаңа технологияларды пайдалану және авторлық бағдарламаларды сабақта үнемі қолдану. Назарларыңызға рахмет.